Сәлем квиз чемпиондар. Бұл видеода сен қазақстандық және әлемдік танымал адамдарды тек арқа жағынан танып көруің керек. 40 сұрақ. Сен барлығын таба аласың ба? Видеоны бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, және өз пікіріңді қалдыр. Бірінші сұрақ. Мынау кім деп ойлайсың? Бұл қандай қазақстандық әнші? Әрине, бұл Димаш Құдайберген. Бұл қандай танымал қазақстандық әнші? Әрине, Қайрат Нұртас. Бұл қазақстандық рэп орындаушы. Орысша айтады көбінесе. Әрине, скриптонит. Бұл қандай қазақстандық шоумен? Әрине, Нұрлан Қоянбаев. Бұл қандай қазақстандық әзілкеш? Кімді танып тұрсыңдар? Әрине, Тұрсынбек Қабатов. Бұл футбол аңызы. Ана өзім қате жіберіп қойдым. Бәрі білет Роналдо екен. Әрине, Роналдо. Бұл қандай футбол жұлдызы? Әрине, Месси. Бұл мемлекет басшысы. Әрине, Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл қандай қазақстандық топ? Әрине, Ирина Қайратқызы. Бұл қандай кей-поп топ? Қазақстандық. Әрине, 91. Бұл стендап әзілкеш. Көбінесе орысша сөйлейді. Әрине, Нұрлан Сабуров. Бұл әзілкеш және актер. Әрине, Қайрат Әділгерей. Әлемдік поп жұлдыз. Әнші. Әрине, Шакира. Танымал ютубер. Әлемдік танымал ютубер. Әрине, Мистер Бист. Бұл танымал стример. Әлемдік танымал стример. Барлығын біліп тұрсыңдар ғой, кім екен? Әрине, Айша Успейт. Технология миллиардері. Әлемдік миллиардер. Долларлық миллиардер. Кімде ойлайсыңдар? Әрине, Илон Маск. Әйгілі саясаткер. Президент десем, бірден біліп қоясыңдар. Әрине, Дональд Трамп. Қазақ боксшысы. Бірден танып тұрсыңдар бұны.
Әрине, Головкин. Қазақ UFC жауынгері. Жақсылық Үшкемпіров десең. Шавкат Рахмонов. Әрине, қазақстандық Попов MMA жауынгер. Ата деген атағы бар. Әрине, Хан Досаев, Хан ата. Әзілкештер тобы, ютуберлер. Әрине, Байгайс. Атақты әнші, қазақстандық. Музарт тобының мүшесі. Әрине, Мейрамбек Беспаев. Экшн актер. Әлемге атақты актер. Әрине, Джеки Чан. Супер қаһарман рөлі. Әрине, Роберт Дауни младший. Экшн жұлдызы. Өтті өксі. Әрине, Дуэйн Жартас Джонсон. Поп-музыка аңызы. Жақында ғана фильмі шықты бұл. Әрине, Майкл Джексон. Әлемдік әнші. Жасыл түсімен киімнен біліп тұрған жасындар. Әрине, Билли Айлиш. Қазақ әншісі. Дұрыс тапқандар, өте оңай сұрақ. Әрине, Роза Рымбаева. Эстрада әншісі. Қойдың өлеңдерін айтады. Қазақтың ерке баласы десем, білмеймін, көремін. Ондай жақты. Кім? Әрине, Төреғали Төрәлі. Актер әрі режиссер. Әрине, Нұртас Аламбаев. Инди орындаушы. Көбінесе қазақша өлеңдер айтады. Әрине, Молданазар. Футбол жұлдызы. Қара нәсілді. Әрине, Мбаппе. Келесі футболшы. Оны да оңай табылады. Әрине, Неймар. Технология тұлғасы. Айфонды шығарған адам. Айфонды ойлап тапқан адам. Әрине, Стив Джобс. Әлемге әйгілі рэпер. Қара нәсілділердің өзі мақтайтын рэпер. Кім деп ойлайсыз? Әрине, Эминем. Танымал әнші, қазақтың әншісі. Әрине, Қайрат Байекенов. Эстрада әншісі.
Қазақ емес, бірақ қазақша өлеңдер айтады. Әрине, Әлішер Кәрімов. Жас әнші, өте танымал әнші. Қазақша өлеңдер айтады. Әрине, Мирас Жүгінісов. Бұл да жас орындаушы. Бұл да қазақша өлеңдер айтады. Әрине, Садреддин. Бұл қазақстандық актер. Жақында ғана киносы шықты. Әрине, Алдар Көсеннің рөлін сомдаған Дәурен Серғазин.